соңғы рет біз кеше міне Құлсарыдан келдік. Ол жақтағы жағдай өте қиын. Ана су өздігінен кетпейді. Ол ағатын жері жоқ. Онаны көліктермен апарып насостармен сорып жатыр. Ол 3 айда сорып біте ма, 4 айда ма, 5 айда ма, оны әкімдіктің өзі айта алмайды. Одан кейін жер кебу керек. Одан кейін үй қашан салынып бітеді? Қысқа дейін үлгере ма, жоқ па? Ал оған дейін халық қайтеді ертең күні? Жылойда өзі дайын тұрған жалға берілетін үйлер де жоқ екен. Енді біреулер ТШО-ның дейді, Шевронның жатақханасына барыңдар дейді, ол 100 километр. Оған біреудің барғысы бар, біреудің барғысы жоқ. Енді дүкенге дейін де жатқан, көлігінде қонып жатқан мен адамдарды көрдім. Сонда халыққа өте қиын. Және қазір бір реттік көмек береміз деп отыр, 165 мың теңге. Оның өзін алуға зәуре болып тұр. Ол жалғыз киіммен жүр, киіміне дейін бәрі суға кеткен. Оны бәленбай құжат жина дейді. Ол қайдан жинайды құжат? Оның барлығы онлайн болу керек. Бірінші бап осы болып тұр. Жаңа Сергекке қаншама көлік түскен төтенше жағдайда. Оны айтып, облыс әкіміне айтып, 1 сәуірден бастап ол жаңа базадан бәрі өшірілетін болды. Енді ары қарай проблема өте көп. Ана зиратты шайып кеткен, мәйіттер